Kan o'rnimizdan turaylik barimiz. Ya, жақсы. Кім сәбіз болғысы келеді? Сен қарбыз. Ал. Тапсырмасынан бастап, сабақтың соңына дейін өздеріңді бағалап отырасыңдар. Келістік қой, е? Қай тапсырманы орындасаңдар, сол балдың қасына белгі қоясыңдар. Тапсырманы қарап отырыңдар. Үй тапсырмасы бойынша өлеңді мәнерлеп оқыған үшін бір балл аласыңдар, және қандай дәрумен бар екенін айтқан үшін бір балл аласыңдар. Көбірек балл алсаңдар да жақсы баға аласыңдар. Мінекей, бағалау парағын қарап, адамның бойын өсірем, ауруын көзім кетірем, ойшаң сұлу сәбізбін, күн көзімен жетілем. Жақсы. Шүлі қанаты, береке шиба табасы, адам үшін пайдалы, жоғары менің санатым. Жасаурадым көзімді, ауруға қылам төзімді, мұнда бір шипа пиязбым, зет қылам осы сөзімді. Таламын, тым ұзақ, сондықтан мен кәрімін. Тұлса дейіл атым бар, қан берер затым бар, адал қалай көбейтем, алсайда тұрыс жатылдар. Бойындар, бәрін қымбат мен үшін, бағданмын ғой мойындар. Қандай дәрумендер аламыз біз? Олар бізге пайдалы ма? Пайдалы. Кім біледі, қандай дәруменді қай жемістен аламыз, қай көкөністен? Баңды витамины. Қарбыз бүйрекке жақсы. Мада? Д витамин бар. Адамның қанын көбейтеді. Дұрыс. Амурт бұл витамин. Амуртта бұл витамин бар екен. Жақсы, осы жауап берген балалар үй жұмысына өздеріне бал қойыңдар, белгі қойыңдар. Белгі қойып отырыңдар. Кейін тағы да ойнаймыз. Ортада барабан тұр. Барабанды айналдырамын. Сол кезде қай сұрақ жауап шығады, сол сұраққа Айша жауап беріп отырады. Тұзды қайда қолданамыз? Қауысамыз, е? Жақсы, бір қадам аттай ғой. Ал, Канки, Адина, кезек сенде. Бірінші сұрақ кеттік. Тұзды қайда қолданады? Тамақ қолданады. Жақсы, бір қадам аттай ғой. Тұзды пісіруге бола ма? Болмайды. Жақсы, алдына қарай. Келесі. Түрлі түсті тұз бола ма дейді. Қандай түсті көрмедің? Қызыл түсті. Көріп едің? Жақсы, аттай ғой. Жақсы. Жасыл, нәтижеде мен қазір сұрақты айналдырамын. Сен жауап бересің. Тұзды пісіріп жеуге бола ма? Жоқ дейді. Алға ақтаймыз. Тұзды қайда қолданады? Тамақ пісіргенде. 1 килограмм тұз ауыр ма? 1 килограмм мақта ауыр ма? Екеу десең, өйткені екеу де 1 килограмм. Жақсы, тамаша. Келесі сұрақ. Тұзды суға салсақ не болады? Ериді. Тұзды дәмі өзгере ме судың? Өзгереді. Жақсы. Мына жерде 4 сұраққа жауап бердім. Төртеуіне де фишка қойып қоясың. Мына жерде маған бір фишка қойып. Мысалы, тұз тіршіліктің нәрі деп аталады. Тұз тіршіліктің нәрі. Біз тұз қайдан өндіріледі, ол өмірде қалай пайдаланамыз, қандай түрлері бар екен, соны білетін боламыз. Оқуға дайындалды. Тұз қазір көптеген тамақ өнімін басқасымен алмастыруға болады. Тұзды ештеңемен алмастыра алмайсың. Тұз болмаса адам ағзасы Зат алмасу. Су бұл
бұзылады. Иесі тұз қажет. Малдарға да арнайы тұз беріледі. Жер қойнауында тұздың қоры жеткілікті. Елімізде тас тұзы ертеден бері өндіріледі. Жер астындағы тұзды алу үшін терең шахталар қазылады. Көп оқуымыз керек. Сене кітапты. Ондай тұз қабаттарының қалыңдығы кейде 1,5 километрге жетеді. Жер астында жатқан тұз нығыздалып қатты затқа айналады. Оны тас тұзы деп атайды. Кеуіп қалған қойдың түбінен де тұзды көтеуден де өндіреді. Машина тұзды көлдің суын сорып оны буға айналдырады. Сөйтіп тап-таза аппақ тұз алынады. Қазір көптеген тамақ өнімін басқасымен алмастыруға болады. Жақсы. Балалар, кішкене шаршағанымыз басайық. Кән бәріміз бер қараймыз. Дауылдан кейінгі тыныштық. Дауылдан кейінгі тыныштық. Жайла аспаннан тамшы тама басыңды үдей түсті. Одан да қатты үдей түсті. Найзағай жарқ етті. Қайтадан жаңбыр жауады. Жаңбыр бәсеңдей түсті. Жаңбыр жауып аспанға жарқырап күн шықты. Бізді жалғастырайық. Кәні отырыңдар. Ұқтық па? Кәні тамақ басқа өнімдер сияқты басқа заттармен барлығын араластыруға болады екен? Араластыруға болмайды екен. Не оны? Бұзылып кетеді, ашты болып кетеді. Балалар, қандай болады? Дұрыс болмайды, асқазанымыз ауырады, дұрыс айтасыңдар. Тіпті есіне тұз қажет екен, балалар? Оны тұзсыз тамақ іше алмаймыз. Дұрыс па, балалар? Жер қойнауында бізде балалар тұздың қоры өте жеткілікті екен. Оны қалай алады десеңдер, көлдегі сулардың барлығын арнайы трубамен суын сорып буландырады екен де түбіндегі тұзды өндіреді екен. Түсіндіңдер ма? Тұз қабаттарының қалыңдығы бізде балалар 1,5 километрге дейін жетеді екен. 1,5 километр деген өте көп, балалар. Қараңдар, яғни бізде жер қойнауында тұз өте жеткілікті екен. Тұз қатты зат па, сұйық зат па? Қатты зат, оны бірақ суға салсақ не істейді? Ерітеді екен, жақсы. Бүгінгі сабақта біз тұз өнімін қалай өңдейді екен біздің Қазақстанда. Сол туралы кішкене видеомен танысамыз. Тұз насыйдың маңызды орын алатын. Әдеттегі астығы 40% натрий мен 60% хлордан тұратын антиклорид соңғы 10 жылдықта әлсіз болатын белгі. Астығы қалай өндіріледі? Бұл туралы бүгінгі бағдарламадан көресіздер. Тұз немесе натрий хлориді адам мен жануарлар әлемінің тіршілік әрекетін қамтамасыз етіп, каустикалық сода тәрізді химиялық өнімдерді шығаруда. Тұз қазіргі кезде тікелей немесе жанама түрде 14 мың салада қолданысқа ие. Бастысы біз оны тамақ пісіру үшін пайдаланамыз. Және сонымен бірге Қытай, Корея және Біріккен Араб тағамға арналған тұз шығу жағынан цехына жіберіледі. Тасымалдау таспасынан тұз бөлшектеуге түседі. Спираль жүктегіште тұз байытудың бірінші сатысынан өтеді.
Бұл үшін жүктелікке араға, яғни қарыққан тұз сусыздандыру элеваторына өтеді. Осыдан кейін ғана байытылған тұз кептіру бөліміне түсіп, мұнда арнайы аппараттарда электрокалориперден шығатын ыстық ауаның көмегімен кептіру процесі жүреді. Тұз алынады. Бұрын арнайы аппарат болмаған кезде минерал және йодпен байыту үшін тұз тазаланбайды. Сол себепті сұр түсті болады. Ал қазір оның түсі ақ. Biz осы тұз туралы өте ары жақсы білуіміз үшін біз ары сабақты жалғастырайық. Енді осы тұзға қатысты балалар бізде нелер бар екен? Не деген? Тұзға байланысты тыйым сөздер бар екен. Не істеу керек екен? Тұзды баспа дейді, тұзды төгіп шашпа дейді. Дұрыс айтасыңдар, тұзды басуға болмайды екен, оны төгіп шашуға болмайды деген, не? Осыны есімізде сақтаймыз балалар. Әртүрлі жұмыстар атқарамыз. Тұздың қасиеті туралы. Мен ол үшін сендерге мынандай қазір тыныш. Қазір сендер видео көрдіңдер, менің айтқан мәтінді оқыдыңдар, тұз туралы бір шама біліп қалып қой. Мен сендермен интервью жүргіземін. Мен журналистім қазір. Журналист болып сендерге микрофон ұсынамын, сендер сұраққа не істейсіңдер? Жауап бересіңдер. Ал олай болса бастадық. Сәлематсыңдар балалар. Мен сіздермен тұз жөнінде білгім келіп тұрмын. Кәнеки, бірінші Айша сізбен тілдескім келеді. Сізге мынандай сұрақ. Тамақтың дәмін не келтіреді? Жауап бере ғой. Кім жауап берсін? Тамақтың дәмін не келтіреді? Тамақтың дәмін? Тамақтың дәмін тұз кетшеді. Отыра ғой, рахмет. Келесі, тұзды қалай өндіреді екен? Тұзды қалай өндіреді екен? Ал айта ғой, Мансұр айтам дейді. Кәнеки Мансұр? Суды сорып, уландырады, түбіндегі тұзды қосады. Тұзды алады. Жақсы. Тамаша. Тұзды басқа заттармен алмастыруға бола ма? Кәнеки жауап береді. Бәрі жоқ деп жауап береді. Жақсы, жарайды. Келесі сұрақ. Тұзды қайда пайдаланады? Тұзды қайда пайдаланады? Жақсы. Келесі, қатысамыз бала сабаққа. Тұздың қандай пайдасы бар? Өздерің білетін пайдаласын айтыңдар. Ол тамаққа қосып, тамақты дәмді қылады. Дәмді қылады. Қандай пайдасы? Аузымыз қанасы, тісімізді тұзбен шайсақ, қанағаны кетеді. Тамаша. Тағы қандай тұздың пайдасы бар? Мұнымыз бітіліп қалса, тұзды сумен шайқап істесек болады. Ашылады екен. Тамаша. Тағы кім айтады? Кім айтады тағы да? Есіміз ауызда тұзбен шайқап ауырғаны қояды. Басылады. Жақсы. Тағы кім біледі? Ауруды басады. Ауруды қояды. Қойдыра ма? Жақсы. Тұзды шомылатын кезде пайдалануға болады. Ол не үшін шомыламыз тұзды суға? Денеміздегі ауыртпалықты, бүкіл ауруды кетіреді. Тамаша, жараларды кетіреді. Краскада иісі шығып кетсе, тұзды қойса кетіп қалады. Жақсы, тамаша, жарайсыздар балалар. Сендер тұз жайында өте жақсы мәліметтер біледі екенсіздер. Мен сендерді тағы да одан самайын жақсы білетін бір тапсырма бергім келіп отыр сендермен. Қазір біз бәріміз топтық жұмыс жасаймыз ба. Бірінші, мына қатарға аспаздар деген топ беремін. Топтар дәрігерлер. Мына топ ғалымдар деп аталады. Енді сендерге балалар, сендер бір-бірлеріне жақында бір жерге топтасып, жандарға баруларына болады. Бұл мәліметтерді сендерге оқуға беремін. Кәнеки? Аспаздар тобы, мына жерде 3 не бар, үшеуін алып, үшеуден оқи беріңдер. Бір-бірлеріне айтыңдар. Дәрігерлер тобы, мынаны үшеуін алып, оқыңдар. Ғалымдар тобы, мінекей, үшеуін тестер алып, оқып, бір жерге жиналыңдар.
Қазір мен сендерге бір парақ беремін. Балалар тыңдап алыңдар. Постермен жұмыс істейміз. Постер деген мына жерге қазір оқығандардың бойынша тұздың пайдасы мен зиянын әр топ өзінің атына сай жасайды. Аспаздар, сендер тамаққа лайықты тамақпен байланыстырасыңдар. Дәрігерлер, сендер дәрі-дәрмекпен, аурумен, түсіндіңдер ме? Аурудың аттарымен. Ғалымдар адамдарға қанша мөлшерде тұзды ішу керек, тұзды кішкентайлар қаншалықты ішу керек. Жарайсыңдар ғой, иә? Түсіндіңдер ғой, иә? Қазір сендерге көмектесемін арасында. Мына топтың оқушылары келе қойды. Мына жерге келіңдер. Болса, фломастерлер болса, кел, қасымдар. Үшінші қатар мына жерге жиналыңдар. Келіңдер. Аспаздар, мына жердегі сөздерді көріп тұрсыңдар ма? Бірінші тұздың тамағдан келтіреді деген. Оқығандар осыны мына жерге түсірулерің керек. Оны қалай түсіресіңдер? Мысалы, ортаға тұз деп жазып, содан былай бүйтіп өрмекші торын жасасаңдар болады. Түсіндіңдер ма? Мына жаққа жазсаңдар болады. Немесе мен қазір стикер қағаздарын беріп, сендер дәрі пайдасын, зияны беріп, өздерің ойларына мына пайдасын көріне ме дейсің? Мына сөздеріне жазып, сендеріне болады. Немесе мына қайшыларын сырналарын мына жабыстырып қойсаңдар болады. Мына зиянын мына пайдасын мына. Қанекей. Тұздың қандай түрлері бар? Мына тұздың түрлері деп қоясыңдар да, тұздың түрлері жазасыңдар болады. Тұздың түрлері дейсіңдер да, қандай тұздың түрлері бар екен? Гималай тұзы, ұйықталған тұз, ересік. Осы үш мына қазақ қылған тұз бірінші, екінші теңіз тұзы, Гималай тұзы, ұйықталған тұз, аттарын жазасың. Қазір стикерлерді жаз. Мен біріншісін салам. Айдаға. Үшеу ғой. Сендер мәзге қарадашпен кетеміздер айтып қой, бұл кісен. Не істейватсыңдар ғалымдар? Мысалға, тұздың түрлері, мына жаққа тұздың түрлері деп қойыңдар. Қарадаш, әдемілеп тұз емес, фломастермен дейсіңдер, тұздың түрлері, әдемілеп. Кімдегі? Сосын сендер тұздың түрлерін жаза беріңдер мынаған. Мысалға, мына жерге қандай тұз бар екен? Чөт мастер. Ма? Нелер? Мысалға мына жерге тоз деп үлкен қылып жазып қойма. Тоз деп жазды, сосын басып қошы. Немесе мынаны бүйтіп пайдасы деп жазма. Мына пайдасы деп. Сендер стикер қағаз беріп жүрсің ба сендерге? Керек жоқ, ештеңе айтады. Мынаны сен қақай бер мені. Біреу қақай бер. Пайдасын мына жаққа жазып, сен мынаны қақай бер. Оны арғы бетіне салып. Ашпай жасасың. Mağam bereyim, ne isteyeyim? Mынаны бер, мынаны бер. Рас, мына. Сендер ғалымдарсыңдар.
Жоқ, бірінші демалайын. Алтауын айтыңдар, мақпа. Мынаны біреуін айтыңдар, мынаны біреуін айтыңдар, мынаны біреуін алтауын айтыңдар. Даже жабыстырамыз. Ана орда. Ол екінші қадам. Мынаны сен айтасың. Балаларға жоқ айтты ғой масыл Олықпа, ол ішіне шақа оласыңдар. Сөйтпек беріп. Ойлалыңдар ма? Кімден Жақсы. Өздеріне келеміз ба? Тамаша. Енді отырамыз орындарыңызға. Қазір топпен жасаған постерлеріңді тақтаға шығып, әр топ қорғайды. Сосын бір-бірімізді тыңдаймыз. Тыңдап отырған топтар бағалаймыз. Немен бағалаймыз? Бас бармақпен немесе от шашумен. Түсіндік пе? Жақсы. Сендерге топтың жауаптары дұрыс болған болса, солай бағалайсыңдар. Келістік қой, иә? Олай болса, бірінші топ, аспаздар тобы бірінші бітірген. Келіп. Мәлімет тақтаға иеміз. Қолдарыңа мынаны ұстаңдар, көрсетіп, әрқайсысын түсіндіріп айтып бересіздер. Бұл біздің балалар қандай топ? Аспаз тобы. Тұздың толдан дәмін кетіреді. Тұз нені кетіреді екен? Тұз тамақтың дәмін келтіреді. Қайтыран айтамыз ка? Алинұрға бере ғой. Алинұр, сен не айтасың? Тұз адамға керек. Не үшін керек? Тамаққа дәм беруге керек. Жақсы, келесі әңгер жауап береді. Тұзды қою керек. Сонда иісін тартып алады, е? Тамаша, келесі Айша жауап бере ғой. Тұзды тамаққа қосады. Тек қана тамақ жайлы ғана біледі екенсіздер, тағы басқа неге қосады? Әпке, Айжамал, айта беріңіз. Бір-біріне беріп айтыңдар. Тағы? Ояудың иісін кетіреді. Оны айттыңдар жаңа. Алинұр айта ғой. Кофенің ішіне бір шүкім тұз салыңыз, дәмі кіре түседі. Жазып үлгермегеніңді өзің айта ғой. Тұзды шомылатын кезде қолданып керек. Сонда денедегі жарақаттар кетеді. Кетеді екен. Тамаша, я? Тағы білем. Ал, айта ғой, тағы да білсең. Аяғымызды суға салып тұзды қосамыз. Я, сонда не болады? Сонда тұз ериді. Ол несі, денсаулыққа қандай пайдасы бар? Денсаулыққа пайдалы. Я, біздің денеміздегі суықты не қылады? Суықты кетіреді екен. Жақсы, балалар, бірінші топ, аспаз тобына қандай баға береміз? Тыңдадыңдар ма? Қалай, жауабы. Тамаша, былай көрсетеміз. Жақсы отыра қойды. Бұл бізге қаншалықты керек, қандай пайдасы мен зияны бар екен, дәрігерлердің кеңесін тыңдайық. Дәрі жақсылап түсіндіріп береді қазір. Постерлерін көрейік. Тамаша.
қолда енді өзің сендерге мінекей тұздың қандай пайдасы бар екен бірінші? Мұрнына салсаң, мұрнын ағып атқанда тазалап, ауырғанын қойғызып береді. Яғни неден? Орви және гайморит ауруынан сақтайды екен, жақсы. Келесіні бері ғой, келесін. Ал мынау пайдалысы мен зияны. Енді пайдасын айтып жатырмыз. Бірінші пайдасын айтып бітіріңдер. Аузың қана, тістерің қана отқанда, аузың қана отса, Тіс еттеріміз қызарып, қанай берсе, біз оны тұзбен шаямыз. Тұзбен шайсақ, қандарымыз кетеді. жақсы. Келесі. Айзере, сен не дейсің? Айзерені тыңдап көрейік. Ауырып атқанда Тұзды сумен шайсаңда ауырғаны басылады, ауырғаны басылады. Микробтар өледі екен, жақсы. Кандидат тыңдап көрейік. қатерлі ісік, қант, диабеттің ауруын қозғады. Егер көбірек жесек па, әлде азырақ жесек па? Көбірек жесек. Балалар зияны бар екен, қатерлі ісікке, қант, диабеті ауруды қоздырады дейді балалар. Тыңдадыңдар ма? Өкпе ауруларын ұшырайды. Өкпе ауруына ұшырайды екен. Айнина, сен не дейсің? Айта ғой. Көп жейтін болсақ, ауырымызды, бүйрегімізге зиян болады. Айта ғой. Сұйықтықтың шығуы Қиындайды. Яғни тұзды көп жеп қойсақ балалар, туалетке бара алмай қалады екенбіз. Түсіне ма? Үлкен дәретке отыра алмай қалады екенбіз. Зейнеп, сен не дейсің? Тұзды суды ішіңге жақсарады. Жақсы ма? Естідіңдер ма балалар? Ішіміз қатты ауырғанда тұзды суды ішімізге жағады екенбіз. Тәсілімге берші, тәсілім айтып сізге. Жараларды емдейді. Жараларды емдейді. Дәрігерлердің айтқанын бағалайықшы балалар. Қаншалықты бізге жақсы мәлімет берді. Бағалаймыздар. Жақсы дәрігерлерге көп рахмет. Жайында не айтады екен? Тұзды көп жеу керек пе екен, аз жеу керек пе екен? Қанша мөлшерде жеу керек? Қандай тұздар бар екен? Қазір айтады. Іле ғой. Ой, тамаша тоқтат. Қандай керемет постер жасаған балалар, қараңдаршы. Сондай әдемі. Біздің түрлері тазартылған тұз. Тағы қандай тұздың түрі бар екен? Балалар, тазартылған тұз екен. Оны біз күнделікті асымызда қолданамыз, Гималай тұзы. Гималай тұзы деген тұз бар екен. Оның тұзы қандай болады екен? Қызыл түсті болады екен балалар, көрдіңдер ма? Гималай деген тау бар, сол жақта бар екен ол. Келесі, йодталған тұз дейді. Оның ішінде не бар деген сөз? Тұздың ішінде йод бар деген сөз, жақсы. Келесі. теңіз тұзы. Теңіз тұзы қайда болады деп ойлайсыздар? Суда. Үлкен теңіздерде, жақсы, теңіздерде болады екен. Ары қарай не дейсіздер ал? Енді бізге қаншалықты тұз жеу керек, қаншалықты тұзды жемеу керек, соны айтсаңдар. Балаларға нәрестелер тұзды ана сүтінен алады. 6 айдан 12 айға дейін балаларға 0,3 граммнан аспау қажет. 4 жастан асқан балаларға күніне 2-3 граммнан болу тиіс. Ересектің күніне 2-4 грамм натрий 5 тұзға тең, одан аспау керек. 5 грамм аз қолданса қан қысымы, жүрек ауруына, инсульт, инфаркт ауруын азайтады екен, яғни балалар көп жеген дұрыс па екен, аз жеген дұрыс па екен? Аз жеген екен, жақсы. Төмендеткені дұрыс. Дұрыс. 50 жастан кейін оны азырақ жеу керек екен. Өйткені инфаркт, инсульт, жүрек ауруына ұшырамас үшін. Ғалымдардың сөзіне қалай қанағаттандыңдар ма? Жауап беріп жатқандарды білесіңдер.
бағалау парағын аламыз да, өзімізге балдарды жинақтаймыз. Қал бағалауға жақындап қалдық. Әлі соңғы неміз бар балдар. Белгілеп шығыңдар. Қанша сұраққа жауап бергендеріңді? Белгі болыңдар. Қасына белгі қойып отырыңдар. Ең соңғы ғана қалды, оған тиіспеңдер. Ең соңғы тапсырмамыз қалды, оған тиіспеңдер. Мен әлі сұраған жоқпын. Постер әдісі деген жерге дейін белгілеп қойыңдар. Соңғы сұрақты сосын белгілейміз. Мақма? Кім жауап береді, сол ғана белгілейміз. Пайдасы бар екен? Пайдасы да бар екен, тағы да зияны да бар екен. Қай кезде зиян екен ол? Мөлшерден тыс қолдансақ, ашты тамақ ішсек, тұзы көп нәрселерді көп жейтін болсақ, ол біздің денсаулығымызға не екен? Зиян. Енді есітілген мынандай сұрақтар қойып бердім. Тұздың түсі, дәмі қандай? Ақ, ол қышқыл. Қышқыл, иә? Тағы да сары тұз бар? Қай кезде сарылау болады балалар? Аяқ жүзер алған кезде сумен арастырып, аяқты қолды салуға. Сары тұз болған, ол кір кезде сары тұз болады. Ал оны жуатын болса, ол түсі қандай болады? Ақ. Түсі дәмі қандай болады? Қышқыл. Ашты ма? Ашты болады. Келесі сұрақ. Кім жауап берді, солар өзіне бал қойсын. Бұлардың қандай түрлерімен таныстық? Қызыл. Қандай аттарын қазір айттық. Гималай тұзы бар екен. Йодталған тұз бар екен. Теңіз тұзы бар екен. Тағы да қандай тұз бар екен? Тазартылған Гималай тұзы. Жақсы. Балалар, біз тамаққа қай тұзды пайдаланған достылардың? Атығандай ма? Йодталған тұз немесе тазартылған тұз, иә? Жақсы, жарайсыздар. Балалар, өзіңізге үшке чапалап қояйық. Тамаша, жарайсыздар. Кім сұраққа жауап берді, өздерін белгілейсін, белгі қойсын. Сендерге енді қазір сол белгі балдарын бойынша баға қойылады. Енді үй тапсырмасын берейін, балалар, сендерге үй тапсырмасы. Тақтаға қараңдаршы бәрі. Мынандай, бізде кітапқа қараңдар. Кітаптарында мынандай кесте тұр. Көрдіңдер ма? Көрдіңдер ма? Сол кестені үйде толтырып, дәптерлеріне сызып, толтырып келесіңдер. Оны қалай толтырасыңдар балалар? Ол үйде аналарымыз тұздың, үйде осылай тұзды көріппеңдер. Үйде балалар тұзды ентелерге қысқаша айтып берейін. Тұздың ішінде 40% натрий, 60% хлор болады екен. Натрий мен хлордың қосындысын тұз деп айтады екен. Түсіндіңдер ма? Бұл натрий мен хлор химиялық элементтер. Олар кейін жоғары классқа барғанда таныс боласыңдар. Бұл тұздың өте пайдасы көп. Саға үйде сарғайып кеткен перделер бар ғой. Соны тұзды суға салып қойып, сосын біраздан кейін барып жуатын болсақ, әппақ болады екен балалар. Содан кейін үйде қолдарыңды сүртіп тастаған салфеткалар бар ғой. Иә? Солардың дақтары кетпей, мамаларымыз әуре болып жатады, иә былай? Соны да тұзды суға салып қойып, содан кейін біраздан кейін жуса, дақтары тез кетіп қалады екен. Мамаларыңа осы жақсы біліп қалған мәліметтерді айтып берсеңдер болады, балалар үйге барғасын, мақма? Енді үйге тапсырма. Үйге барғасын осылай тұздың қорабын аласыңдар. Соның артында мынау кестедегі сұраққа жауап бар. Түсіндіңдер ма? Соны алып, жазып, толтырып, келесі хafta мен сендерден тексеремін. Келістік па? Мынаны, иә балалар? Көрдіңдер ғой, иә? Мына кесені толтырып келеміз. Бүгінгі сабақ бәріне ұнаған болса, түсінікті болса, мен сіздерге қазір шар танытамын. Бұл шар, бұл шар, 3 түрлі шар. Бұның жасылы өте жақсы түсіндім деген сөзді білдіреді. Қызылы әлі есімге түсінмедім. Сарысы жақсы, орташа түсіндім. Әлі толық түсінбегенде болса сарысын үрлейді. Бұны қазір біз үрлейміз.
Түсіндіңдер ма? Сізге қаншалықты сабақ түсінікті болды? Егер өте жақсы түсінікті болса, жасылды, орташа түсінікті болса, сары шарды үрлейсіңдер, мүлдем түсінбеген болсаңдар, қызыл шарды үрлейсіңдер. Түсіндіңдер ма? Мінекей. Түсінікті ма балалар? Бағана таратып қойым керек еді. Мен бұл ойыннан шығып кетті кәнекей. Кетесің. Сабаққа жақсы қатысқандарың үшін бүгін осы шарды үйлеріне алып кетесіңдер балалар. Сендерге берем осы шарларды. Түсіндіңдер ма? Үйге барып демалған кезде ойнайсыңдар осымен. Ал енді үрлей берсеңдер болады балалар. Сабақ аяқталды бізде. Сабақ қаншалықты сендерге түсінікті болды? Болды, жақсы. Енді бәрін былай көрсетіңдер. Отыр көрсетеміз балалар. Бүгін орташа түсінген екі оқушы бар екен. Жансерік пен Алина. Орнынан тұра ғой. Орташа түсіндің бе сабақты? Сенше Жансерік. Орташа түсін. Олай болса, келесі сабақта көбірек оқып береміз. Оқып береміз. Жақсы көбірек оқысақ балалар, түсінбеген сұрақтарды аласыздар. Енді жақсы болды, шарды өшіңдер болды. Қараңдар да есептеңдер. Соңғы баға. Әркімде өзінің балын қойдыңдар ма? Алина, сенде қанша? Менде 11 балл. Жақсы. 6 балл. Әпкемізде 6 балл. 11 балл. 11. Сенде? 9 балл. 10 балл. 5 балл. Айзере? 9 балл. 9 балл. Нұрасыл? 11 балл. 9. 5 ақ балл алыпсың. 9. 4 ақ балл алыпты. Балалар, алған балалар өте керемет балалар. Түсінер ма? 5, 4 алып қалған балалар үйде мәтінді не істейміз? Оқимыз. Тағы да көбірек оқимыз. Келістік па? Ал осымен сабақ аяқталды. Жақсы орындарынан тұрып, қоңырауға шығуларына болады.